Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің ұсынысымен 2021 жылы мектеп кітапханалары жаңғыртылып, жаңаша сипатқа ие болды. Мектеп кітапханасы оқушы дамуына жан-жақты жағдай жасайтын алаң. Әлихан Бөкейхан атындағы нөмір 76 мектеп лицейі педагогикалық процеске қатысушылардың оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған кешенді шараларды үздіксіз жүргізуде. 2016 жылдан бастау алған Кітап-ленд жобасы мектеп оқушыларына жас ерекшеліктеріне сай көркем шығармаларды оқытуда және оқыту арқылы тәрбиелеуді көздейді. Бұл жоба қазіргі күні қазақстандық және әлем әдебиетін қамтыған 76 мектептің 76 кітабы жобасына ұласты. Оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы аясында мектеп лицейде бастау алған кітап пирамидасы қазіргі күні республика көлемінде жалғасын тапты. Кітап пирамидасы отбасылық құндылықтарды, отбасылық оқуды насихаттау мақсатында ұйымдастырылды. Пирамида арқылы мектеп лицей кітапханасының көркем әдебиет қоры көбейді. Кітап оқу культі қалыптасты. Кітапханадан тыс орындарға да шағын кітап сөрелері орналастырылды. Бұл шағын кітап сөрелері оқушылар үшін кез келген уақытта қолжетімді және адалдық принципімен жұмыс істейді. Сонымен қатар оқу кабинеттерінде сынып кітапханалары жұмыс істейді. Оқырмандарға көрсетілетін қызметтің сапасын жақсарту мақсатында биыл смарт кітапхана жабдықталып, мектеп кітапханасының қызметі автоматтандырылды. Кітапханашының көмегінсіз өздігінен кітапты алып, қайта тапсыру ақылды кітапханада жүзеге асады. Кітапханада 2 бекет орналасқан. Бірінші бекет кітапхананың ішінде орналасқан. Өз бетімен кітап алып тапсыра алады. Екінші бекет кітапханадан тыс жерде орналасқан. Кез келген уақытта өз бетімен кітап тапсыра беруге болады. Бұл бекеттерде жұмыс құралын кітапхана оқырманы ғана пайдалана алады. Кітапханадан алған кітаптарыңызды тапсыру үшін оқырман билетін, карточкаңызды белгіленген жерге қоясыз. Жеке кабинетіңізге кіресіз. Қолыңыздағы кітапты көрсетілген орынға қоясыз. Кітапты тапсырған жөнінде түбіртек аласыз. Шыға беріс есікте тексеру бекеті орналасқан. Штрих-коды бар кітапты бірінші бекет арқылы алып шыққан кезде өтуге рұқсат етіледі. Оқырманның атына жазылмаған кітапты рұқсатсыз алуға болмайды. Егер бірінші, екінші бекеттер бос болмаған жағдайда, оқырман кітапханашыдан оқулықты өз атына жазып, өткізе алады. Кітапханашының жанында есептеуіш құрылғысы орналасқан. Есептеуіш штрих-кодта кітаптағы белгіні оқырман билетін бекеттер қызметін оқиды. Инвентаризатор таяқша құрылғысының ерекшелігі кітаптарды есептеу, санау, штрих-кодты кітаптағы белгіні көру қызметін атқарады.